Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге қаттама нан жасайтын боламыз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және дрожжымызды қосып, тағы да араластырып, аз мөлшерден ұнымызды қоса отырып, қаттама нанның қамырын жасайтын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды 15 немесе 20 минутқа сүлгімен бетін жауып қоятын боламыз. Енді біз сары майымызды ертіп, суытып қоятын боламыз. Енді біз туралған пиязға қызыл бұрыш пен қара бұрышты қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің қамырымыз 20 минут тұрды. Енді осы қамырымыздың жартысын ғана кесіп алатын боламыз. Енді қалған қамырымыздың бетін ашық тастамаймыз. Бетін қайтадан салафанмен жауып қоятын боламыз. Енді біз қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды қалың қылып жаймаймыз. Егер қалың қылып жаятын болсақ, біздің қаттама нанымыз шикі болып пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін де жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Енді ерітілген сары майымызды құйып, қамырға барлық жағына жағып шығатын боламыз. Енді оқтауды алып, қамырымызды орап шығатын боламыз. Пышақпен дәл ортасынан кесіп шығатын боламыз. Тағы да дәл ортасынан екіге бөліп, дөңгелетіп орап шығатын боламыз. Енді тестамызды 10 минутқа тағы да қойып қоятын боламыз. Енді біз қалған қамырымызды жасайтын боламыз. Барлығын бір келкі қылып, барлығын жұқа етіп жайып шығатын боламыз.
Енді 10 минут тұрған қамырымызды алып, оқтаумен жайып шығатын боламыз. Қатты да емес, жұқа да емес, орташа қылып жаятын боламыз. Енді біз пешкаға 180 градуста 20 минутқа салып алатын боламыз. Енді қалған қамырымыздың барлығын жұқа етіп жайып, тағы да ерітілген майымызды жағып шығып, үстіне пиязымызды салып шығатын боламыз. Енді оқтауға орап, ортасынан бөліп, дәл жаңағыдай дөңгелек етіп орап шығатын боламыз. Енді қамырымызды тағы да 10 минутқа қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз 10 минут тұрды. Енді қамырды алып, оқтаумен қатты да емес, жұқа да емес, орташа қылып, оқтаумен басып, жайып шығатын боламыз. «180 градуста 20 минутқа пешкаға салып алатын боламыз. Міне біздің қаттама нандарымыз дайын болды. Өте керемет, қытырлақ болып шықты. Сіздермен бірге болған Лейла, астарыңыз дәмді болсын.